Халық мәжіліс депутатына алданып қалды. Былтыр жарнамасы жер жарған Алматыдағы Достар Делюкс тұрғын үй кешенін Дәулет Мұқаев қалың қарашаға ұсынған еді. Артынша бастаудан арылмайтын Төреғали Төреәлі де жасаған келісім шартын көрсетіп жар салды. Аңғалағайын иланбайға айтсын, баспана ал деп сабақ үйреткен Дәулеттің өзі үгіттеген соң. Енді не ақша, не үй жоқ, далада сенделіп жүр. Тілшіміз толығырақ сюжетте тарқатады. Бұл енді Алматыдағы ең арзандау баға дегенде келетін болсаңыз, сізге 280 мыңнан береді. Мен айтты деңіздер. Мен айтты деп келсеңіздер. Мен деп кеудесін соққан блогер елдің бәрін Достар Делюкс тұрғын үй кешенінен үй алуға былтыр шақырады. Нұрболханның атын айтса 20% жеңілдік қарастырылған деп тағы қызықтырып қояды. Ол кезде тіпті баспананың іргетасы да қаланбаған құрылыстың басқасында өзі жүретінін айтып, кепілдік те береді. Артынша басы бұл өмір даудан арылмаған әнші Төреғали Төреәлі де келісім шартқа отырғанын жария етеді. Төреғали Төреәлі өзінің әнімен әрлеп жарнамасын 4 миллионға жуық оқырманына ұсынады. Мылтықсыз майданға түскенін қайдан білсін, ел әншісі де, блогер де жер жаһанға сыйдырмай мақтағасын компанияға ойланбастан ақша құя бастайды. Оның үстіне жұртқа баспана алуды сан жылдан бері үйретіп жүрген Дәулет Мұқаевтың өзі жарнамалағасын шүбәсіз сенген. Аңғалағайын. Бізге сол кездегі танымал блогер, қазіргі мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев мырзаның жарнамасы бас себеп болды. Жарнамаға алданып 100-ден астам адам салымшы ретінде 200 миллионнан көп ақша салып, не үй жоқ, не ақша жоқ. Максимум PV2 құрылыс компаниясы келісімшартты бұзған үлескерлерге ақшаны 4 ай ішінде қайтаруға уәде беріп, әртүрлі сылтаумен кейінге қалдырып келеді. Мәжілістегі ең жас депутат Дәулет Мұқаев жарнамалаған үшін компания жеңілдікпен бөліп төлеуді ұсынғанын жасырмайды. Қарағалықтан бөлек сауаты бар ел тұғырында отырған депутаттың өзі алданып қалдым дейді. Өйткені оның да қолында келісім шарты бар, тек ақша құймаған. Ұтып отырған жері сол, бірақ жалпақ жұртқа жарияламас бұрын неге тексеріп алмағаны белгісіз. Құрылыс компаниясына кейін жазған кезде олар, ақшасын келіп төлей берсеңіздер болады, бөліп төлеуге болады деп өздерінің жаңағы ұсыныстарын айтқан еді. Сосын тағы да жарнама жасап беріңіз дегенде мен жасаған жоқпын, себебі құрылыс компаниясы біресе жаңағы үйі мен барған кезде рекламасын жасағанда құрылыс жақсы қарқынды жүріп жатты, кейін уақытша тоқтап қалды деді, жаңағы жоспарларын өзгертіп жатырмыз деді. Сөйтіп мінекей арада уақыт созылды. Бас аяғы 160 пәтер, 200 миллионнан астам қаражат, бірі 2, бірі 3 бөлмелі баспаналы боламыз деп қуанған. Жиған тергенін салып құрылыстың аяқталуын күтіпті, бірақ жарты жолға келгенде мердігер уәдесінен тайып тұрған. Енді не ақша, не үй жоқ, сенделіп қалды. Сөйтсе, жер қожайыны қалалық әкімдіктің рұқсатынсыз құрылысты бастапты. Ол аз болса, эскиздік жоба, сараптама қорытындысы сияқты сан құжатын жергілікті билікке өткізбеген. 2024 жылдың 5 қаңтарда жер учаскесінің меншік иесіне қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізілді және шұңқырды қайта толтыруға, сондай-ақ учаскені 2024 жылдың 16 ақпанына дейін бастапқы күйіне келтіру арқылы жіберілген бұзушылықтар жоюға нұсқама берілді. Нұсқаманың орындалуы туралы ақпарат берілмеген жағдайда мәжбүрлеп орындау үшін материалдарды сотқа жіберілетін болады. Қазір компанияның басшылығына қатысты салымшылардың ақшасын заңсыз алды деп алаяқтық бабымен іс қозғалыпты. Шенділер бүкіл жерге Достар Делюкс тұрғын үй кешенінен үй алмауға, ақша салмауды ескертіп жатыр. Танымал деп атына, депутат деп даңқына қарап жарнамасына сенуден аулақ болуға шақырады. Енді салымшылардың миллиондаған қаражатын қайтару уақыт еншісінде. Гүлназия Мирханқызы, Сағындық Нарықов, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан.